Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, қолжетімді ингредиенттерден жасалатын сэндвичтің рецептімен бөліскелі отырмын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін мұқият қараңыздар. Және менің каналыма подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіз. Бізге қажетті ингредиенттер құрғақ ашытқы, су, сүт және сұйық май, ұн қажет болады. Ыдысымызға сүтімізді құйып, ашытқымызды салып, ерігенше араластырып аламыз. Келесі суымызды, үстінен сұйық майымызды құйып араластырамыз. Тұзымыз бен шекерімізді салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан салып, қолымыздың көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыздың үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, қамырымызды жақсылап илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. 90 граммнан бөліп, бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды дәл видеодағыдай жайып, арасына сұйық майымызды жағып, сэндвичтің формасын жасаймыз. Сэндвичтерімізді формаға салып, жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, бетіне жағып, күнжет немесе макс еуіп шығамыз. Қызып тұрған отта 180 градуста көтеріліп қызарғанша пісіріп аламыз. Сэндвичтеріміз пісіп дайын болды. Сэндвичтеріміздің арасына кетчуп пен майонезімізді араластырып жағып шығамыз. Мен салмасына огурцы, помидор, колбаса салдым. Сіздер өз қалауларыңызша сыр қосып салсаңыздар да болады. Осылай сэндвичтеріміздің қалташаларын ашып, кетчуп майонезімізді жағып, салмаларымызды салып шығамыз. Сэндвичтеріміз дайын, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Таңжолпан. Ас болсын.